Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазір мен сіздерге Edukun онлайн сайтында қалай төлем жасау керектігін көрсететін боламын. Ең алдымен Edukun онлайн сайтына өтіп, кіру батырмасын басыңыз. Сол жерге өзіңіздің телефон нөміріңізді және құпия сөзіңізді енгізіп кіріңіз. Басты бетке өтіп төмен қарай жылжыту арқылы оқу ақысы бөлімін табыңыз. Сол жерде сіздерге 4 пакет ұсынылған. Сонымен қатар олардың бағасы жалпы пакетке не кіретіндігі көрсетілген. Мысалға негізгі пәндер пакетін таңдап көрейік. Ең алдымен өзіңіз оқитын тілді таңдаңыз. Көріп тұрғандарыңыздай бұл пакетте 3 негізгі пән көрсетіліп тұр. Төлем құны 22.990 теңге. Ал егер де сіздер бейіндік пәнді бірге оқығыларыңыз келсе, 5.990 теңге эконом жасайсыздар. Ол үшін қосу батырмасын басып, өзіңіз оқитын пәндерді таңдаңыздар. Яғни сіздер барлық 5 пәнді бірге оқи аласыздар. Бұл жерде 2 төлем түрі көрсетілген. Мысал ретінде банк картасын таңдап, төлем жасауға өтіңіз. Көрсетілген мәліметтің дұрыстығын тексеріп, төлеу батырмасын басыңыз. Барлық банк картасы арқылы төлем жасауға болады. Бұл бөлімде өзіңіздің банк картасындағы мәліметтерді толтыруыңыз керек. Карта бойынша атыңыз, карта нөмірі, жарамдылық мерзімі, 3 саннан тұратын CVV кодын теріңіз. Сонымен қатар өзіңіздің почтаңызды және телефон нөміріңізді енгізіңіз. Мәліметтердің дұрыстығына көз жеткізіп, оплатить пәрменін басыңыз. Төлем жасалған кезде сіздің жеке кабинетіңіз ашылып, сатып алған пәндеріңіз тұрады. Мінекей оқушылар, мен сіздерге төлемді қалай жасау керектігін толық түсіндірдім. Пайдалы болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.